Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Бүгін сіздерге сабақ өтетін Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Көксу аудандық филиалының меңгерушісі Олжас Кенжебекұлы Қойшыбеков. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы отбасы. Грамматикалық тақырыбымыз тәуелдік жалғау. Сабағымызды бастамас бұрын жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Ата, апа, әже, әке, ана, аға, әпке, сіңілі, қарындас, іні, бала, ұл, қыз, шай ал, шай алыңыз, өте дәмді, балам, кімдер, шағын, үлкен, ал, 20, 30, 40, 50. Бірінші тапсырма. 1 минут ішінде отбасы мүшелерін жазыңыз. Тексеріңіз. Ата, әже, әке, ана, әпке, іні. Екінші тапсырма. Сурет пен сөзді сәйкестендіріңіз. Тексеріңіз. Ол, аға, ана, әке, қыз, отбасы, ата, әже. Үшінші тапсырма. Жауап беріңіз. Отбасыңызда неше адам бар? Сіздің ағаңыз бар ма? Сіздің ініңіз бар ма? Сіздің әпкеңіз бар ма? Сіздің қарындасыңыз бар ма? Сізге үлкен отбасы ұнай ма? Немесе шағын отбасы ұнай ма? Неге?
Төртінші тапсырма. Оқыңыз. Саша, танысып қой. Бұл менің отбасым. Мынау менің әкем. Оның аты Өмірбек. Бұл менің анам. Оның аты Үміт. Бұл менің әпкем. Оның аты Ғалия. Менің атым Саша. Танысқаныма қуаныштымын. Саша, сабағың қалай? Жақсы, рахмет. Сіздің жұмысыңыз қалай? Жаман емес. Саша, сенің отбасыңда кімдер бар? Менің атам, әкем, анам бар. Бірақ әжем жоқ. Екі інім және бір қарындасым бар. Қарындасыңның аты кім? Оның аты Катя. Саша, шай ал. Рахмет. Шайыңыз өте дәмді екен. Рахмет, балам. Бесінші тапсырма. Оқыңыз. Өскемен, Көкшетау, Ақтөбе, Үржар, Түркістан, Күршім, Арқалық, Ақсай, Қаскелең, Орал, Қостанай, Қызылорда. Бүгінгі біздің грамматикалық тақырыбымыз тәуелдік жалғау. Бұл менің әжем. Оның аты Жамал. Тәуелдік жалғау әдетте бір заттың басқа бір затқа тәуелді екенін білдіретін қосымша. Алтыншы тапсырма. Алмастырыңыз. Тексеріңіз. Бұл менің қарындасым. Бұл оның қарындасы. Бұл менің сіңілім. Бұл оның сіңілісі. Бұл менің әпкем. Бұл оның әпкесі. Менің атым Бексұлтан. Оның аты Бексұлтан. Бұл менің інім. Бұл оның інісі. Менің отбасым бар. Оның отбасы бар. Жетінші тапсырма. Сөйлем құрап жазыңыз. Тексеріңіз. Ажар менің анам. Ұлпан менің әжем. Қайырбек оның атасы. Әсел менің қарындасым. Оның аты Әсел. Менің атым Асқат.
Dinara onun singilisi. Kayrat onun enisi. Asan mening ulum. Canar onun äpkesi. 8-nji tapşyrma. Sözlerdi säkeslendiriniz. Tekseriniz. Sağ bolunuz. Kirүүge bolama? Şyguga bolama? Salametsizbi? Jok, bolmaýdy. Iya, bolady. Kütüp turuňuz. İyi tapşyrmasy. Söz tirkeslerini kuraňyz. Hurmetli tыңdauşylar, bugünkü bizden sabahımız ayaktaldı. Kelesi кездескенче aman sağ bolunuzlar.